Барлығыңызға да сәлем, сіздермен бірге және бүгін біз креативті Майнкрафт ойынын түсіретін боламыз. Бұл дейтін көріп тұрғаныңыздай мындай үлкен офисный зданияны обозревать ететін болам. Мындай ақ, ол дейтін көбінесе өзінде булыжник, сосын мына жерде кварц және стеклодан тұрады көбінесе. Айтпақшы, мен ютубта бір ай бойы жоқ болдым. Оның себептері өте маңызды деп ойлаймын. Себебі біздің компьютер обновляться еді, сол үшін мен дейтін видео түсіре алмадым. Ал енді менде компьютер обновлен болғаннан кейін мен видеосы қайттан түсіре аламын. Қайттан көп видеоларды күтіңіздер. Ал енді біз дейтін бастайтын боламыз. Міне көріп тұрғаныңыздай зданияның өзі меніңше өте әдемі жасалынған сияқты. Мен мына зданияға 7 сағаттай уақытымды кетірдім. Мындай ұзын, ол 13 этаждан тұрады. Кірген кезде біз дейтін мына жерде Лукас пен Ламптон дейтін екі охранникті көретін боламыз. Мен тамам құттай ауырып тұр, сол үшін кейбіргі жерлерде видео тоқтап кетеді. Сол үшін айып етпеңіздер. Міне жерде стойка регистрация, мына жерде адамдар отырып өздері күтетін болады. Ал мына жерде Артемий дейтін адам, ол дейтін барлығының өздерін, барлығын принимать етеді. Енді астына түсейік, ең бірінші басында мына жерде өте стильный, өте әдемі туалет тұрады. Туалет, себебі туалет дейтін любой жерде болу керек меніңше. Туалетсіз қате ғой. Туалеттің іштері осындай, қара дубтан жасалған. Мына жерде крышасы мен үсті, мына жерде дейтін өздеріңіз білесіздер, унитаз. Мына жерде бумага төлеймін, мына жерге салат, урнасы осындай түрде жасалған. Барлығы да бірдей, көріп тұрғаныңыздай барлығы да ұқсайды бір-біріне. Ондай атты өзге шелігі жоқ, барлығы да бірдей, тек қана мына туалет болмаса үлкен, қалған барлығы ұқсайды бір-біріне. Мына жерде унитаздар тұр. Унитаз деп болған кешіңіздер, мына жерде раквиналар тұр, мына жерден бумагын алады да, қолдарын сүртеді, мына жерде қолдарын жуады. Ал енді кеттік, туалет сіздерге көрсеттім, мына жерінде үлкен жер болады. Осы жерде адамдар темек тартады ма, не істейді ма, өздері білетін болады. Ал енді сол зданияның өзін көрсетуге асығайық. Мен жерде көріп тұрғаныңыздай офистар тұр. Офистарда компьютерлар дейтін өте қиын болды жасау, себебі барлығының дизайнын табу керек болдым. Мен жерде столдарды жасау өте қиын болды. Столдардың өзін жасау бір 3-4 минут уақыт алатын болды, себебі барлығын блоктарды дұрыстап қою, оның барлығын істеу өте көп уақыт алады. Ал мен жерде сол компьютерларда отыратын жұмысшылар, мына жерде кама жұмыс жасайды, мына жерде кама. Сосын энтранжер болу қылады ма, сондай бір адам жұмыс жасайды. Өздері ат қояды, мына жерлерде атын өзгертуге ұмытып кетіппін. Мына жерде айтпақшы неше компьютер тұр? 1, 2, 3, 4, 5, 6 компьютер тұр. 6 компьютерден болатын сияқты барлық жерде енді. Мына жерде өзгеше екен. Айтпақшы барлық компьютерлар әр этажда өзгеше болады. Мына көріп тұрғаныңыздай мына жерде Мирослав дейтін адам отыр, технический дизайнер. Мына жерде тағы да Семен отыр, администратор серверов. Айтпақшы адамдардың аттарын барлығы орысша жазуға маған удобно болды, сол үшін орысша жаздым. Мына компьютерлар көріп тұрғаныңыздай мына жерде уже әр адамда өздерінің күшті диваны бар. Және отыратын мына жерде бастықтар отырады деп айтуға болады. Каждый жердің өте көп жұмысты өзіне алатын. Мына жерде простой адамдар отыратын сияқты. Штатный сотрудник дейді, обычный заттар ғой, офиста отыратын адамдар. Николай деген, Ральф деген, осындай адамдар. Мына жерде де 6 компьютер, 6 компьютер. Енді келесіге көшетін боламыз. Көріп тұрғаныңыздай айтқанымдай уже компьютерлардың барлығы өзгеше, бір-біріне ұқсамайды. Мына жерде уже мындай столдар басқа, отдельный мына жерде тұратын лампочкалар басқа. Мына жерде Семен пока тек қана жұмыс жасап отырған. Мына жерде келесі этажға көшейік. Келесі этажда мына жерде тек қана Александр отыр екен. Александр бізде дизайнер-менеджер. Дизайнер-менеджердің жұмысы өте маңызды. Если сіздер дизайнер-менеджер болғыларың келсе, Александрға келіңіздер дейсіңдер. Енді сіздерге көрсетеймін, компьютерлар тек қана мынау қызылмен отличаться етеді, бірақ каждый жерде өзінің особыйлары бар, көріп тұрғаныңыздай. Мына жерде қаланың барлығын көруге болады. Қала дейтін бізде көріп тұрғаныңыздай уже үлкен болды. Ішінде 20 шақты зданиялар бар, каждый қиын жасалынған.
бір-бірінен ұқсамайды және өте өздерінің стильдері бар. Бұл жерде Лукашенко жұмыс жасап жатыр. Лукашенко дейтін бізде новичок. Бұл жерде уже нотный блоктардан жасалған және бұл жерде қоңыр, қызыл дегенде вставкалары бар екен. Мынаны лақтырып тастайық та кеттік. Бұл жерде уже просто адамдар күтіп жатыр екен. Жұмысқа орналасқысы келіп отырған Николай мен Руин атын өзгертуге ұмытып кетіппін ғой. Бұл жерде ішетін сулары бар, ал шөлдесеңіздер осы жерден су алып кетесіңдер. Судың орнына бұл жерде көріп тұрғаныңыздай пузырек опыты, себебі оларды қою оп-оңай болды. Олар стаққа жиналады, ал простой суларды бір-бірден алу керек болады. Бұл жерде Роуз дейтін это карта, ой, не жазып кеткен бұл жерде, мен білмеймін, бар атын өзгерту керек. Давай, Николай дейді, жұмысқа орналасуға келген Николай, тағы да бір Николай. Сергей дейтін бізде отдел кадровтың бастығы. Отдел кадров дейтін бізде білсеңіз, сол дейтін жұмысқа қабылдауға алатын адамдарды айтады. Бұл жерде көріп тұрғаныңыздай ол отыр, жұмысқа қабылдайын деп, ал сундуктың ішінде ештеңе жоқ оның. Бұл жерде Вячеслав дейтін соның сотрудник отдел кадровтың. Оның комнатасы уже ондай қатты әдемі емес, Семендікіндей, Сергейдікіндей небінен компьютер жоқ, бірақ по-любому ода әдемі екен, комнатасы бар өзінің, сондай крутой. Ал енді келесі этажға көшейік. Келесі этажда бізде Крис отыр, ол повар бізде. Бұл жерде көріп тұрғаныңыздай повардың столовкасы бар. Бұл жерге келіп жұмысшылар тамақ жеп кетеді. Тамақ бар да фига, бұл жерде алмалары бар, курица бар, яблоко дейді, арбуз. Өте көп тамақ. Енді келесі этажға тағы да көшейік. Келесі этажда уже соңғы этаж. Бұл жерден барлығы көрінеді, көріп тұрғаныңыздай уже ұзын барлығы. Бұл жерде бізде на компанияның бастығы отыр. Бұл жерде көріп тұрғаныңыздай генеральный директор дейді. Генеральный директор дейтін бастықтарды айтады. Компания Arctic Flame дейді. Бұл жерде қателесіп кетіппін. Компанияның аты шынымен де Arctic Flame емес, басқаша. Бірақ мен оны Arctic Flame деп бұл жерге жазып қойыппын. Себебі мына зданияны салуға өте көп уақыт кетті. Мен атын уже ұмытып қалдым да Arctic Flame деп жазып жібердім. Міне көріп тұрғаныңыздай ол қара темный дубтан жасалған стол бар өзінің. Бұл жерде ұзын стол бар. Бұл жерде адамдарға үстінен қарайды, типа, сен кімсің маған солай сөйлейтін деп айтады. Бұл жерде Эйс, мен ғой айтпақшы да, создатель карты, глава компании. Мен на компанияның бастығы оламын, потому что мен на компанияны өзім создать еттім. Бұл жерде ол дейтін, бұл жерге зәт салып отыр, қалай айтатын еді. Енді бұл жерге проигрывательға диск салып өлең қосайын деп жатыр. Сундугының ішінде ештеңе жоқ. Ал енді келесі соңғы қабатқа көшетін боламыз. Соңғы қабатта бізде бұл жерде самолет тұр. Самолет дейтін бізде мұндай ішіне кіріп кетуге, типа былай барасында кіріп кетесің, бірақ самолеттің ішін жасай алған жоқпын, себебі самолет онда үлкен болып кететін еді. Мына зданияның үстіне кіре алмас еді. Мына здание көріп тұрғаныңыздай мұндай блоктардан жасалған, акациевый плиталар мен кварцевая плита. Сосын соңына қарата бұл жерде красный бетоннан. Мына самолетті мен дейтін өзім отырдым да салып тастадым, маған ұнап қалды. Мен байдейін самолетті салғым келген жоқ, бірақ енді салып қалған кезде әдемі шыққан сияқты. Мен сосын қалдырайыншы дедім де сақалдырып қойдым. Мына самолет менің өзі миымдан шықты, өте әдемі шыққан сияқты. Мұндай әдемі самолеттарды әлі ешқайда көрген жоқпын. Өтірік бірдеңе сала береді. Мұндай әдемі және құтаққыштай самолет дегенім ғой. Ал енді мынада біздің зданиеміз бітеді бұл жерде. Өзінің орны бар, самолет тұратын айтпақшы, міне әдемі де. Енді осыда айтқандай біздің зданиеміз бітеді. Сіздерге мына постройка ұнаса, лайктарыңызды басыңыздар, подписка кнопкасы сізді күтуде, колокольчикті басыңыздар. Сіздермен бірге болған Эйс. Барлығыңызда сау болыңыздар.